10 минуттық жүлделі фильм. 10 минуттық қысқа метражды фильм бүкіл сайыстарда бас жүлдеге ие болып елдің белді газет, теледидарларда ол жайлы мақтап жазылып жүреді. Ақыры ол фильм қаланың бас кинотеатрында тұсаукесері болатыны хабарланған соң, жұрт бүкіл билеттерді ертерек жабылып сатып алады. Көптен күткен күн келіп жұрт сол кинотеатрға ағылып келеді. Кино басталып, жұрт қызыға дәу экранға қарайды. 1 минут, 2 минут, 3 минут деп жұрт 7 минут осылай экранға қызыға қарап отырады. Ал экранда жалғыз ғана аппақ төбе және бір шам жанып тұрғанын көрсететін көрініс қана болады. Осылай 7 минут өткенде жұрт шулай бастайды. Кейбіреулері орындарынан тұрып, шығар есікке қарай беттейді. Міне 8 минутқа келгенде экрандағы көрініс өзгереді де, камера төмен қарай бұрылып, аурухананың арнайы төсегінде жатқан бір ауру әйелді көрсете бастайды. Сол кезде кинода дыбыс шығып түсіндіреді. Осы әйелдің омыртқасы зақымдалып, сал болып, төсекке таңылған. Бүкіл өмірін осылай жатып өткізеді. Сіздің жаңа 7 минут қарап, шыдай алмаған көріністі ол өмір бойы көріп келеді. Адам қолда барында денсаулықтың қадірін білмейді. Отбасыңызбен, не сүйген басқа жақындарыңызбен өткізген әрбір сәтіңізді бағалап, саналы да сапалы өткізіңіз. Өмірге бір рет келесіз деп айтып фильм аяқталыпты. Ал фильмді көруге келген жұрттың көбі көзіне жас алып, тіпті кейбіреулері жылап, көзін сүртіп, залдан шыға жөнеліпті. Оқы, ойлан. Орында 2 кітабынан алынды. Кітапқа тапсырыс беру үшін биодағы сілтемені басыңыз.